perfect деген нәрсе бізге всегда результат көрсетеді. Perfect деген нәрсе бізде 1 минут тең result, я, то есть результат. Вот, яғни сол іс-әрекеттің нәтижесі бізде өткен шақта, то есть мына жерде past simple кезінде немесе past continuous кезінде болады. Бұны енді present perfect пен қалай ажыратамыз, соны қазір кейін тағы да сөйлейтін боламыз. Но біз білеміз, что present perfect бізде present деп тұр ғой, нәтижесі осы кезде. Помните, барахолкада iPhone 14-ін жоғалтып алады, сол моментте, дәл қазір бір нәрсе болса. А past perfect тура сондай іс-әрекет, өткен шақтағысы болады. Қас, міне, давайте визуально қараймыз. Мынау бізде, ладно, пофиг. Мынау бізде уақыт болсын, я? Енді қараймыз. Дәл мына жерде біз отырмыз. Сіздер телефон, ноутбуктың алдында отырсыздар. Мен сіздерге past perfect'ті түсіндіріп жатырмын. Где-то мына жердің барлығы біздің бұлыңғыр болашағымыз. Дұрыс қой, енді даже 10 секундтан кейін, 5 минуттан кейін болатын нәрсе, ол біздің болашағымыз, дұрыс па? Ал мына нәрсенің барлығы ол біздің өткен шағымыз. Келісесіздер ма? Ол past. Енді қараңыздар. Давайте біз мына жерден бір точканы қойып, өткен шақта, өткен шақта нақты уақытта болған, өткен шақта нақты уақытта болған іс-әрекет, ол бізде не? Ол past continuous, дұрыс па? Так, мына жерде где-то past continuous болды. Где-то вот осы жақтарда бізде past simple жатыр. Но қараңыздар, past perfect, міне, мына жақта болған нәрсе. Яғни, начало всех начал. Бүкіл бастама барлығы қай жақтан өзінің бастамасын алады, барлығы past perfect'тен алады. Яғни, ең бірінші болған нәрсе, ол past perfect. То есть, қараңыздар, бізде мынау past continuous, где-то мына жерде, где-то мына жақтарда бізде past simple жатыр, но past perfect, все. Past perfect'тен ары қарай біз жүре алмаймыз. Вот, бізде андай ұзындық, кесінді деген нәрсе бар ғой математикада, я? Вот, мынау past perfect. И то есть қараңыздар, егер міне мына жерде бір нәрсе болып, оның результаты қазірге сәйкес келсе, бұл present perfect болады ғой. Ал егер бұның результаты өткен шақта болса, ол past perfect. Уайымдамаңдар, қинамаңдар, қазір мысалмен қараймыз. Сначала формуласын қарап алайық. Past perfect'тің сөйлем қалай құралады. Яғни subject деген не? Іс-әрекетті орындайтын какой-то бір адам, дұрыс па? Потом обязательно had болады. Запомним, had have емес, has емес. Had in, етістіктің үшінші формасын біз есімізде бар, я? То есть, тура present perfect'ның формуласын ұқсайды, единственное бізде have емес, had болады. И болымсызын біз көріп тұрмыз. Так, ручка қайт, вот. Hadn't, мен қатып сөйлеп тұрмын ба, или сізде ма? Чатқа жазырыңыздаршы, нормально болып тұрма, или ненормально ма? Потом, had subject, то есть, had'ті біз сөйлемнің басына қоямыз. Формула, мне кажется, оңай, да? Мысалы, норм ба? Окей, рахмет. Допустим, мынандай сөйлем болсын. Короче, андай ситуация. Мама жұмыстан келе жатады да, звондайды да, айтады, мен қазір үйге келемін де тамақ жасаймын, морозилкадан тауықты шығарып қой дейді да. Сен все хорошо, мама дейсің да. Сен тикток қарап жатасың, сериал қарап жатасың, ұйықтайсың, далаға барып ойнап келесің да. И уже маманың анау жақтан алыстан үйге келе жатқанын көресің де, и в панике терлеп кетіп, ё-моё, не істеймісің? Морозильникке қарай жүгіріп барып ана жақтан жаңағы тауықты алып шығасың, мұз болып жатқан. И потом мамаң келеді, сенген тауық енді қатып тұр, сен айтасың, что-то бір болмай қалған тауық сияқты, мен негізі 2 сағат бұрын шығарып қойғанмын, сен звондағанда дейсің да. И сен не деп айтасың? I had taken that chicken from the freezer. Мысал кішкене ұзақ болып кетті, но пофиг, түсіндік, я? То есть, freezer это бізде морозилка, я? Мен бұл тауықты морозилкадан, I have before you came. Енді қараңыздар. Мен бұл тауықты сен келгенше шығарып қойдым, мама. Мен 2 сағат бұрын шығарып қойдым, анау деген сияқты. Қараңыздар, you came. Came это бізде не болып тұр мына жерде? You came деген past simple болып тұр. Дұрыс па? Енді біз мама келгенге дейін шығарып қойдық қой тауықты. Сол үшін had taken болады. Хорошо? То есть мама келді бізде. Мама уже келіп қойды. Мама уже халатын киіп алып, ана жақта морковь турап жатыр. Но өткен шақта келді ғой, сравнительно бір 10 минут бұрын келді. Это уже өткен шақ болып саналады. Но мама келгенге дейін, то есть міне примерно мама мына жерде бізде келді. Новый несін айтық, я? Мынау қазір. Мама бізде мына жерде келді.
А мен мына жерде тауықты шығарып қойдым. Түсінікті, иә? Давайте ары қарай жылжайық. Мынау бізде мысал. Мынау бізде Алихан. Бізде Арыстанның бүкіл студенттері вечеринка жасап жатыр. Вечеринка жасайық деп жатыр. Давайте, короче, жиналайық, хата жаудайық та, торт, анау өзіміз тустетейік дейді да. Бірақ давайте Алиханды шақырмай қойықшы. Что-то ұнамайды ол маған. Апай оны мысалдарда қолдана береді, қызғанамын мен дейді да. Ешкім Алиханға айтпай қояды. Ну, Алихан случайно біліп қояды. И Алихан андай түсінбейді, что оны вечеринкаға шақырмаған. Ойлайды, мен тура ұмытып кеткен шығар, қолыма киісейін, давайын да барайын вечеринкаға дейді. Сөйтіп бәрі тусоваться етіп жатыр. Аль-Фараби жақтан где-то трехэтажный коттедж снимать етіп, там музыка, Ирина Қайратовна Досекешті шақырған. И где-то бір қаланың там Есентай молдың бір жердің киісін алып, Алихан келе жатыр вечеринкаға. И Алиханның келе жатқанын біреу көріп қояды. И такой айтады, достар, Алихан келе жатыр. Блин, фу, тағы да насасы киісін алып келе ма дейді да, бәрі айтады, давайте біз бәріміз кетіп қалайық дейді. Алихан көргім келмейді дейді да. Давай дейді. Сонда қараңыздар. Мысалы мынандай. Сағат кешкі 9 болсын, иә? Так, подождите. Не вот. Аха. Сағат 9-да барлығы кетіп қалды. Алихан асықпай киісін алып келгенше уже где-то 9:45 болсын, иә? Там киісі ұзақ дайындап жатыр. Алихан келеді. Сөйтіп Алихан келсе, үйде ешкім жоқ, барлығы кетіп қалған. И Алихан такой, блин, дейді, наверное, уже вечеринка бітіп қалды дейді, өзі грустно отырып киісін өзі жейді, грустно, но вкусно деп. И келесі күні Алихан жаңағы Арыстанның балаларын көреді. Қалайсың, анау дейді, сосын кейін айтады, мен келсем, сендер уже, мен кеше вечеринкаға келсем, сендер уже кетіп қапсыңдар дейді. Сонда біздер, смотрите, бірінші не болды? Бірінші бізде бәрі кетіп қалды ғой сағат 9-да. Одан 45 минуттан кейін бірақ келді Алихан. Сонда біз айтамыз, when Алихан came to the party, everyone had. Помните, бізде already, yet және just деген үш сөз бар ғой, past perfect'те тоже жүре береді. Everyone had already gone или left десек болады, молодцы. Left десе алайық, иә? Кетіп қалды. То есть 9:45-те қазір уже келесі күн болып кетті. Қазір біз настоящий кеше 9:45-те Алихан келсе, Алихан келді, это бізде past simple, иә? Сағат 9-да оған дейін болған нәрсе. Уже бәрі кетіп қапты. Everyone had already left деп тұр. Понятно? То есть ол уақытта уже барлығы кетіп қалған. Алихан где-то в углу плачет, наверное, бәрі кетіп қалды деп кисе жеп. Вот. Already уже. Давайте сізге түсірейік. Already деген уже. Just деген только, жаңа ғана, иә, только. Қазақшасы әлде қашан. Жаңа ғана, иә. Және yet еще, немесе қазақша қалай болады? Әлі, иә. И yet бізде тек болымсыз сөйлем және сұраулы сөйлемде қолданылады, иә. Түсіндік қой. Сонда міне қайтадан жаңағы уақытты сызамыз, иә. Мынау міне қазір біз отырмыз. Кеше мынау уақытта Алихан келді. Came, иә. Мынау уақытта everybody left. Had left, иә. Түсінікті болса, давайте тағы бір мысал қарайық. Мынау бізде Амина. Мынау бізде эко-активистер. И эко-активистер келеді, мысықтарды жеуге болмайды, мысықтардың рөлі маңызды, давайте мысықтарды қолдайық,
қорғайық деп короче келді. И жұрттар естіп қойыпты, что Амина оказывается мысық жейді екен. И жұрттар экоактивисттер келеді, короче, Аминаның үйіне мысық жеуден. Бірақ экоактивисттер келсе, Амина уже мысықты жеп қойыпты. То есть Амина такая естіп қойды, блин, экоактивисттер келе жатыр, тез пісіріп жаңағы мысықты духовкаға салып жіберіп, ужас. Сонда біз айта аламыз, Amina had already eaten the cat. Давайте мына жерде already деген не очень звучит. Маған ұнамай тұр already тұруы. Мен өшіргіш табайын мына жерде. Өшіргіш қайда? Вот, өшіргіш. Ага. Тек Amina had eaten the cat. Так, минуточку. Amina had eaten the cat before, до того, the eco-activists came to protest, То есть экоактивисттер протестовать етуге митингқа келгенге дейін Амина тез ана мысықты духовка салып жіберіп, үстіне соусты құйып жіберіп уже жеп қойды. Вот. Түсінікті ғой бұл нәрсе, Қараңыздар, экоактивисттер сағат, давайте сағат, так, ужин, Амина ужинда обычно 7-те жейді, давайте біз 6-та жиналайық дейді, 18:00-да жиналады. Амина оны біліп қойды, так, жиналады. 17:30-да жеп қойды. Сырный соуспен. Түсінікті ғой, Яғни біз көріп тұрмыз, что мынау міне дәл қазір болып жатқан жоқ. Экоактивисттер қазір тұрған жоқ үйдің алдында. Олар кеше келді. И осыған дейінгі, и олар келгенге дейін ол жеп қойды. Past perfect бойынша сіздерге барлығы түсінікті болды ма? Past perfect бойынша сұрақтарыңызды қойып алыңыздаршы, пожалуйста. Что де? Гарфилд, ол Гарольд емес. Бірақ Амина үшін ол просто ужин. Ага, окей. Давайте біз ары қарай жылжайық. Тағы да бірінші мысалдар келтірілген. Уже более адекватный мысалдар. Қарай. When we got home last night, когда біз өткен түні, прошлой ночью үйге келген кезде, we found that somebody had broken into the flat. Broke in, это, смотрите, break into the end, вломиться. То есть, мысалы, вломиться. Ұрылар болады ғой, вломиться куда-то. Сол сияқты, То есть, қараңдар, біз өткен түні үйге келген кезде, past simple, дұрыс па? Ага. Found, узнали, тоже past simple. Так, past. That somebody had broken. То есть, біз кеше үйге келсек, біреу, оказывается, үйге вломиться еткісі келіпті. Тоже понятно, өткен шаққа дейін болды, Karen didn't come to the cinema with us. She had already seen that movie. То есть, Karen бізбен бірге киноға бармады. Didn't come, тоже past simple. Себебі, ол оған дейін баяғыда уже көріп қойған. Егер өткен шаққа дейін жеп қойсаңыз. То есть, экоактивисттер келгенге дейін. Егер қазір ішіңді уқалап, намыс күшті дәмді болды ғой деп отырсаң, онда сен present perfect қолданасың, I have eaten that cat деп. Потому что сен қазірге дейін жеп қойдың ғой. Сен yesterday I felt sick because I had eaten cat. Кеше мен өзімді жаман сезіндім, себебі мен оған дейін мысық жеп қойдым деген сияқты ғой. Кешегі асқазаның ауырған себебі сен тым көп мысық жеп қойдың дегендей ғой. Давайте мне қараңыздар, мына мысалдары точно көрсетіп тұр бар оған. Karen бізбен бірге киноға бармады, кеше бармады. Себебі ол уже көріп қойды. Қазір мен сіздерге тағы да мысалмен көрсем. People sitting next to me. Жағдайға байланысты, ситуацияға байланысты ғой. Қай кез туралы айтып жатырмыз біз. Мына жерде қараңыздар. People sitting next to me on the plane were nervous. Sitting деген, кстати, не болып тұр, маған айтыңыздаршы. Мына жерде мынау бір нәрсе болып тұр ғой. Мен жанында отырған адамдар өте нервничать етіп отырды, уайымдап отырды.
самолетта мен жанымда отырған адамдар. Мынау бізде не? Present continuous емес. People are sitting деп тұрған жоқпын ғой мен. Алдында to be жоқ қой. Present continuous емес. Вспоминаем. Герундия емес. Алдында етістік тұрған жоқ қой герундия. Немесе preposition тұрған жоқ. Жоқ. Осы тақырыпты кейін тағы да қайтамыз. Жоқ, past continuous емес. Герунди болса алдында етістік немесе не болу керек? Етістік немесе preposition болу керек. Continuous болсын алдында to be болу керек. People are sitting немесе people were sitting. Бұл бізде достар present participle. Немесе participle one. Какие люди, сидящие рядом, деп тұр, что делающие? Өткен сабақта түсіндірген. Окей. Забыли? Ары қарай жүре береміз. People sitting next to me on the plane were nervous. Они были нервными. Нервничали или там нервными. Нервничали, уайымдап отырды. Потому что they had never flown before. Оған дейін олар ешқашан ұшпаған. То есть, видите, мен уже самолеттен ұшып келдім, ұшатын жеріме, мен келдім да, что-там қалай ұшып келдіңсе, нормально, просто қасымда бір қыз отырды, жолы өкіріп жауап барды деп айтам да, өткен шақ қой бар оған. Себебі, ол уже ұшып қойды. Ол бүгін бірінші рет ұшты өмірінде. И ұшып бітті, болды қолында, шүкір, бірақ оған дейін ол ұшпаған ешқашан. Видите, то есть experience қой, ол бірінші рет бүгін ұшты, өткен шақ, оған дейін ұшпаған. Давайте, мысалы, тағы да мына жерде мен бүйтейін. Так. Present perfect пен past perfect'тің разницасын көрсетейін, иә? Сызып көрсетейін сіздерге. Давайте былай. Бірінші ситуация мынандай. Алихан is happy. Алихан қазір бақытты. Ол қазір бақытты. Себебі present simple дұрыс па? Because he has eaten KFC. Мынау бізде қандай шақ болып тұр? Present perfect. Алихан қазір бақытты, себебі ол KFC жеді. Яғни өткен шақтың результаты бізде қазір көрініп тұр. Қазір ол мәз болып, жүгіріп, секіріп, вау деп жүр. Екінші вариант. Амина was happy yesterday. Now, кеше. Because she had eaten cats. Yeah? Бұл бізде не? Бұл past perfect. Яғни ол кеше бақытты болды, себебі кешеге дейін ол мысықты жеді. Алихан бүгін бақытты, себебі бүгінге дейін ол KFC-ді жеді. Енді үшеуін салыстырып көрейік. Допустим, I broke. Нет, давайте кішкене позитивный бір нәрсе болсын, иә, бірінкен сындыру емес. Все-таки мы верим в силу мыслей, дұрыс па? Или емес, басқа біреу болсын. Допустим, бізде құндыз бар, иә? Құндыз. Drunk. Водка. Yesterday. Біз просто факт айтып жатырмыз. Құндыз кеше водка ішті деп. Болды. Ешқандай несі жоқ. Құндыздың это прошлое, иә? Просто факт. Что-то мне жаңалық, ешқандай жаңалық жоқ. Кеше құндыз водка ішті. Болды. Все, осымен бітті. Бұл бізде не, достар? Бұл бізде past simple. Екіншісі,
Kunduz is допустим, Kunduz is sick because she has drunk vodka. Құндыз қазір ауырып жатыр, у нее похмелье, я, андай бас жазып жатыр. Себебі кеше ол водка ішті. То есть, міне, видите, мынау кино жақын арада қашан болғанын білмейміз, но қазіргі кездегі мынау нәрсе бізде не болып тұр? Result. Ол қазіргі кездегі результат, бұл бізде не? Present perfect. И Құндыз was crazy because she had drunk vodka. Құндыз вчера сошла с ума, вообще Құндыз кеше қуып кетті, потому что ол оған дейін, то есть қуып кеткенге дейін ол водка ішіп қойды. Я, бұл не бізде? Past perfect. Видите, үшеуінің разницасы. Біріншісі past simple просто факт. Просто болды, я. Екіншісі present perfect. Құндыз is sick because she drank vodka. Это қазіргі кездегі результат. Құндыз was crazy because she had drunk vodka. Потому что до этого она пила водку. Короче, кеше ол с ума сошла. Егер past perfect бізде түсінікті болса, ары қарай екінші тақырыпқа өтейік. Sequence of times. Sequence деген не? Sequence деген қиылысу дегенді білдіреді ғой. Яғни шақтардың қиылысуы. Бізде тестта кейде келеді, кейде келмейді, но по-любому білу керек нәрсе. Енді теориясына қарайық. Теориясы не дейді? Біріншісі, two actions were happening at the same time. Сонда біз past simple немесе past continuous қойдық. Яғни екі іс-әрекет қатар болып жатты. Бір уақытта болып жатты. Қазір мен мысалдарды көрсетемін. Екінші жағдай, one action happened before another action. Жаңағы түсіндірген нәрсе. Яғни бір іс-әрекет өткен шақтағы екінші бір іс-әрекетке дейін болған нәрсе ғой. И when we talk about future in the past, яғни өткен шақта біз болашақ туралы сөйлеп отқан кезде қолданамыз. Так, бұны енді мысалдармен нені түсіндірмей тұрып, мен сіздерге бір 2 минут уақыт берейін, кураторыңыздың чаттарына не жіберіңіздер. Аты қалай еді? Скриншот жіберіңіздер, що сабақта отырсыздар. А біз өлең тыңдайық, иә? Өткенде менен өлең сұрап отыр едіңіздер. Ай-ай-ай. Допустим, қандай өлең тыңдаймыз? Levitating Dua Lipa. Тыңдаймыз ба? Сіздер скриншот жіберіңіздер. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. I believe that you're for me. I feel it in our energy. I see us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight. You're my starlight. I need you
Так, мне кажется, концерт осымен бітті. Келесіде басқа да бір күшті, популярный емес өлеңдерді может тыңдаймыз, окей? Барлықтарыңыз скрин жібердіңіздер ғой, иә? Отправьте плюсик жіберсеңіздер. Все, скрин жібердім деп. И біз ары қарай жалғастырамыз, окей? Сонымен біз жаңа өттік, иә, что екі іс-әрекет параллельно болып жатыр, бір іс-әрекет екінші іс-әрекетке дейін болды. И когда болашақ туралы сөйлесіп жатырмыз, қараймыз. Мысалы, екі іс-әрекет параллельно болып жатыр деген ол қалай? I knew that he was playing tennis and didn't want to disturb him. То есть, қараңыздар, I knew, бұл бізде past simple. He was playing, бұл не бізде? Past continuous. Видите? То есть, и didn't want to тоже past simple. Яғни, мен оның теннис ойнап жатқанда дәтті қою қоймау, это өздеріңізге байланысты, қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Бұл нәрсені маңызды неге? Себебі тестта бізде бірнеше дұрыс жауапты сұрақтар бар ғой, 26 мен 35-дің арасында. Бізде бірдей сөйлем қою мүмкін, тура осы сөйлемді. И бір вариантта дәтті қояды, бір вариантта дәтті қоймайды. И біз екеуінде таңдаймыз, окей? Сонда бізге келеді, I knew he was playing tennis and didn't want to disturb him. I knew that he was playing tennis and didn't want to disturb him. Сонымен қараймыз. Барлығы паст болып тұр. Мен білдім оның теннис ойнап жатқанын, и мен қаламадым оны бөлуді, иә? I thought, думала, past simple, иә? Past simple. He had already seen that movie. Бұл бізде past perfect. То есть, видите, қараңыздар, я думала, мен бұрында ойладым, мен кеше ойладым, мен қазір ойлап жатқан жоқпын, что ол уже көріп қойды ол фильмді. Мен бұл фильмді көріп қойды деп ойладым. Егер қазір ойласам, I think he has already watched that movie. Мен ойлаймын қазір, что ол уже көріп қойды. Это қазір мен ойласам. А өткен шақта ойласам, значит, ол уже көріп қойды, past perfect. И последний, I knew she would become rich. То есть, мен бұрын білдім, что ол бай болады. Андай болады ғой. Мамалар бірдеңке білдіріп қойсаң, білдім мен осылай боларын, білдім мен, айттым ғой мен саған осылай болады деп, иә? То есть, өткен шақта ол болашақта не болатын туралы айтып жатыр. Егер мен қазір айтсам, I think you will become rich деймін, иә? Я думаю, ты станешь богатой. Мен қазір ойлап отырмын. А егер бұрын ойлап жатқанда, мен білдім, я знал, что ты будешь богатой. Сонда бізде, так, стилус қайда, вот past simple, және would форма, иә, и плюс V1. Бұны негізі future in the past деп атайды бұл грамматиканы. Енді қараңыздар, маған мына түсіндірме өзіме лично ұнамайды. Чисто теория и непонятно, что, как, может понятно. Менің более ұнататыным ол мынандай. Қараймыз. Так, біз қазір мынаны бетті 3-ке бөлеміз. Максимально түзу қылуға тырысып жатырмын. Болашақ, өткен шақта болашақты болжайды. Мына бізде past. Жалпы қараңыздар. Ағылшын тілінде 12 шақ болғанымен, уақыт өзі 3 қана. Past, present, future. Келсесіздер ғой? Бізде past simple, past perfect continuous, present simple, present perfect continuous, future simple, future perfect continuous деген сияқты. Past это так, прошлое, өткен шақ. Так, sorry. Шақ. Екіншісі ол бізде present. Яғни бұл не? Настоящее. Қазіргі шақ. Немесе осы шақ. Қазіргі шақ. И потом үшіншісі future. Болашақ. Енді қараймыз, достар, оқушылар, балалар, қыздар, ұлдар. Удар жоқ шығар. Смотрите, past ол бізде, біз оны былай сипаттаймыз. Ол бізде черт, лох, шестерка, тағы қандай сөздер бар бізде? Так. Ой, sorry. Ой. Черт, лох, шестерка. Черт, лох, шестерка. Тағы не бізде past? Loser. Батан. Вот. Бізде past осындай. Яғни past'ың бізде ешқандай досы жоқ. Я? Has no friends. Андай мектепте любой компашкада сондай болады ғой біреу андай
даже ондай бар, кітапты ұстамайды, андай өтпейтін приколдар айтып, ешқандай компашкаға кірамайтын, зануда, мұғалімге бәрін стукач етіп тастайтын, иә. И пасттың достары жоқ. И паст андай ботаник. А біз американский фильмдерді көрдік қой, американский фильмдерді андай столовыйда көресіңдер, иә. Там футбол ойнайтындар өздері бір столда отырады, черлидершылар өздері бір столда отырады, там олимпиадник ақылдылар бір столда отырады, и осындай чорттар өздері бір столда отырады, иә. Олар жолдан байқұстар столдарына жетіп те үлгермейді, аяғынан шалып, тамағын төгіп сөйтеді. Вот, паст бізде ол чорт, ол байқұс енді жертва буллинга ғой, былай қарасаң. И так как ботаниктар тек өздерімен ғана дружить етеді, бір-бірімен ғана, паст ол тек қана өзі сияқтылармен дос болады. Яғни сөйлемнің бір бөлігінде бізде уже past simple, любой past өткен шақтағы, ол бізде қандай? Past simple, dimple, past continuous, past perfect, sorry, сейчас минуточку, past perfect и past perfect continuous и future in the past жаңағы мен көрсеткен future in the past. Ол не бізде? Ол would, дұрыс па? Вот. Яғни бізде сөйлемнің ішінде осы, так, бізде қанша штук? 5 штук қой, иә? 1, 2, 3, 4, 5. Осы 5 чорттың, 5 лузердің біреу болса, сөйлемнің ары қарай жалғасы тек осы 5-еуінің біреу болды. Present пен future бұлармен дос емес. Сөйлемнің бір бөлігі past болса, мына жерге қарайық, мысал. Қараңыздар. New деп тұр ғой, new деген past қой. Біз, значит, is playing дей алмаймыз. Барлығы өткен шақ көріп тұрсаңыздар, иә? Енді қараймыз. Present ше, present ол не? Present ол бізде pick me girl. Pick me girl'ды кім біледі? Қандай болады ол pick me girl? Андай қыздар. Я дружу с мальчиками, потому что они меня больше понимают. Я пацанка, деп или андай. Купи мне, пожалуйста, мороженое, или купи мне киндер. Не дейді тағы да. Ребенок счастлив дейтін қыздар болады ғой. Андай. Бәрімен дружить етіп беретін pick me girl немесе просто poppy or girl десек болады. Poppy or girl. Да, давай смерим ручки. У тебя такие большие руки, да? А потом басқа қыздарға. А у тебя такие большие руки, вот у меня как у ребеночка. Короче, Анна, жамандатышқы қой құрсын. Вот это бізде pick me girl немесе poppy or girl. Неге ол pick me girl? Потому что pick me girl егер оған математикадан бір жұмысын түсінбей тұрса, ол келетті. На ботаник чорттармен дружить кетеді. Ну, болмаса там болашақпен. Ну, в основном өзі сияқты крутой там популярный адамдармен, күшті балалармен дружить етеді. Жыным келіп кетті презентқа дей ма? Енді қараймыз. Неге pick me girl, неге poppy or girl? Себебі бұл кез келген шақпен дружить етеді. Қалай түсінеміз біз оны? Допустим, былай. She says, ой, ё-моё, she says, no present simple, yeah? She says, так, she says, she is happy because, допустим, Алихан bought her KFC. Видите? Says, she is, бұның барлығы present simple ғой. Но мына нәрсе бұл past simple болып тұр. Яғни келе береді бірге. Сөйлемнің басшығы present пен басталып тұр. Немесе we are happy because Алихан will buy us KFC, yeah? То есть мы все счастливы, we are present, потому что Алихан купит нам, видишь, болашақпен, yeah? И we are happy because we are eating KFC. Мы счастливы, потому что мы сейчас кушаем KFC деп тұр. Яғни көріп тұрсаңыздар, бұл pick me girl келетті мына лох, лузер, чорттармен де дружить етеді,
өзі сияқты осы настоящийдағылармен де дружить етеді и болашақпен. Past пен present'тікі түсінікті ма? Яғни сөйлемде бір нәрсе өткен шақтан басталса, бұл чорттар тек өздері бірге жүреді. Ал present барлығымен дружить етеді. Ал future ше? Future ол бізде воображаемый друг, которого не существует. То есть не существует. Future не существует. Future бізде жоқ. Қалай ол жоқ. Потому что қалай түсіндірсем екен? Енді логически мачо-дача хата хаус. Біз болашақта сөйлей алмаймыз ғой, дұрыс па? Болашақ әлі не наступил. Яғни біз немесе дәл қазір сөйлеп отырмыз, немесе біз бұрын сөйледік. Ал болашақта біз логически сөйлей алмаймыз. Түсінікті ма бұл нәрсе? Так что future'да біз мысалы так, he will say, хотя мы болашақта былай айтамыз, he will say that he will say that he will buy it for you десек болады енді. Типа болашақта, типа он скажет, что он это тебе купит, но он по-любому не купит деген сияқты. Но по сути біз болашақта ешкім ештеңе дей алмайды. Сол үшін бізде тек past пен present. Мынау бойынша түсінікті болды ма? Апа деген типа мен ба? Апа Барби көрген ба дейді. Апаларың неше түрлі нәрсені көрген? Оппенгеймерді, Дораманды. Кеттік. Енді мынау нәрсе түсінікті болса, сонымен біз бүгін past perfect және не өттік? Sequence of times өттік, иә? Past perfect деген бұрынғы іс-әрекетке дейіні десе болды, ал sequence of times шақтардың қиылысу, яғни бізде мыналардың бір-бірімен дружить ету, немесе дружить етпеуі деген сияқты нәрсе ғой. Апай дейін, иә? Апайларың. Апа дегеннен настроение түсіп кетті ғой. Енді давайте мынандай жаттығу орындап көрейік. Бұл бізде sequence of times бойынша, окей? Так, вот. Енді қараймыз. He said деп тұр. Бізде тестта бұл нәрсе өте маңызды, потому что уже жазып тұрады. Said деген өткен шақ болып тұр ғой. Значит, he is staying ба или he was staying ба? Апай, осы біз сұрақтардың түрлерін өтеміз, сондай сұрақтар келіп жатыр. Я сұрақтардың түрлерін өтеміз. Бірнеше сабақтан кейін біз reported speech өтеміз. И reported speech өтетін кезде мен сізге сұрақтардың түрін түсіндіріп беремін. Вообще күшті қылып түсіндіріп беремін мен сіздерге оны. Ойнамай қойыңыздар. Так. Асықпаймыз. По-любому әлі тақырыптар дофига. Сонымен he is staying ба, he was staying ба? He was staying болады дұрыс ответі. Себебі he said болып тұр. Өткен шақ қой, дұрыс па? Кеттік, ары қарай. They realized that they had lost their way in the dark. То есть они поняли, realize это поняли. Ё-моё, деген сияқты. Что они потеряли свою дорогу в темноте. Одинокий странник потерял свою дорогу. Reported speech вообще easy. Мен өте оңай қылып түсіндіріп беремін. Had lost, да. Потому что они поняли, когда они поняли, они уже потеряли. Видите? Олар түйсіктеріне жеткен кезде уже все, жоғалтып алды. Молодцы. Үшінші. He asked me where I, asked, өткен шақ болып тұр, значит, study ма, studied ба? Әрине, дұрыс ответ studied болады, потому что asked өткен шақ, я. Опять же, I thought that I should finish my work at that time. Смотрите, на жерде бізде would, тең should болып тұр ғой, екеуі, по сути, ұқсас нәрсе. Сонда, I thought, мен ойладым, что мен жұмысымды бітіремін. То есть мен болашақ тұрып ойладым ғой. Но я ошибалась, да? I should finish. Кетті. He says, қараймыз. He says, he works или he worked at school 2 years ago? He says he works или worked? Да, молодцы. Көбісін, says деген нәрсе шатастыру мүмкін. Вот, шатасып отыр адамдар. Works деп отыр. Жоқ, қараймыз. Бізде 2 years ago деп тұр ғой. Өткен шақ, значит, worked болады. Неге? Себебі says деген біздегі pick me girl болып тұр ғой. Видите? И ол өткен шақпен де жүре алады. На says сендер ұнатпай қалған, которая купите мне агушу деген қыз ғой. Өткен шақпен де дружить ете береді. Кеттік ары қарай.
Victor said that he is или he was very busy. He was болады, иә, потому что он сказал, said. My friend asked me who is playing, немесе was playing the piano in the sitting room. Он спросил меня, кто играет или играл пианино в там sitting room. Это у нас was playing, потому что asked өткен шақ, иә. Тоже, he said he will come или would come to the station to see me off. Would come. Потому что бізде said болып тұр, иә. I was sure he posted или had posted the letters. Я была уверена, что он отправил письма. I was sure, я была уверена. Had posted, да, потому что мен уже уверенность маған келген кезде ол уже барлығын опубликовал, жіберіп қойды деген сияқты нәрсе ғой. I think деп бір осы шақ. The weather will be немесе would be fine next week. Бұл тоже бізде pick me girl, иә? Агуша жейтін. Бұл бізде will be. Кеттік. I hope it will not change, немесе would not change for the worse. Hope деп тұр, тоже pick me girl, will not change, иә? Молодцы. I knew дейді, қарайық. That he is, или he was, very clever man. Я знала, что он умный мужчина. He is или he was? Да, he was, I knew. I want to know what he has bought, немесе had bought for her birthday. I want to know. Бұл так бізде present болып тұр ғой. Мен қазір білгім келіп тұр, что он купил ей на день рождения. Оны үш қалай болады? Has bought болады, молодцы. Потому что, мен wanted деп тұрған жоқ, мен бұрын білгім келмес қой, мен қазір білгім келіп тұр, иә? И последнее, I asked my sister to tell me what she has seen, немесе had seen at the museum. I asked, я попросила өткен шақта had seen, иә, потому что өткен шақты попросила. Енді, пожалуйста, мен мына жаққа қазір бір мысал жазайын. Сіздер айтыңыздаршы, қай варианты дұрыс болады, хорошо? Так, давайте былай. Ой. Так. My teacher said that the earth рахмет. Мәз оқасың. That the earth блин, я слово забыла. Сөзім қалдым мен. Ладно, пофиг. The earth. Ладно, хорошо. Нет. My teacher said that the earth өшіргіш қайда? Так. My teacher said that the earth is, немесе was round. Мой преподаватель, моя учительница сказала, что Земля круглая. Is burning. Хорошо. Так, не ойлайды. Is ба, was ба? Мына жақта біреу is деп, ана конформист басқаларын ойына сеніп қалды, удалить салу сообщениесін. Қарайық. Was дегендер сонда былай болып как будто жер бұрын домалақ болды да, қазір жер 3/3. И 5 жылдан кейін жер 4/3 болады. Бұл мынандай нәрсе ғой. Ол мұғалім саған 5 жыл бұрын айтсын, 1000 жыл бұрын айтсын, ол жер ол домалақ. И ол домалақ болып қала береді. Окей? То есть, когда бізде 100% факт туралы сөйлегенде, біз оны өзгертпейміз. Я, мына жерде бізде как будто бұрын ол домалақ болған, но қазір ол 3/3 деп, я? Келмейді. Жарай ма? Вот. Факты болған кезде шақты өзгертпейміз. Түсінікті ғой бұл нәрсе? Түсінікті болса, плюсик жіберейік. Мен заскриню комплиментті. Все. Окей. Ары қарай тағы да бізде уақыт бар ма? Уақыт бар екен. Мына жаттығуды орындайық, иә? Так, sequence of tense. Тоже сол сияқты ғой. The children are playing in the yard. Так, ой, бізде мына жерде жазатын жер жоқ қой. Так, бюджик. Мынаның қазір біз бір-екеуін ғана жазайық та, потом остальное қалдыра салайық, иә? Астан орын тастап кетейін. Кешірім сұрайын, мен ойламаппын бай болатын. Потом 3-ті
Вот так сделаем. Основан орын қалдырамыз. Үшеуін ғана жасайық, потом ары past perfectке көшеміз, иә? Сонда бізде былай болады. Children are playing in the yard. То есть балалар дворда ойнап жатыр, иә? Енді қараймыз. She thought, она думала, что дети играют во дворе. That, ну, that-то қою не обязательно ғой. The children. Қалай болады? Қалай өзгертеміз? She thought that the children were playing. Are playing. Present continuous, past continuous қосыр саламыз. Were playing in the yard. Потому что как бы процесс қой, хорошо, ұзақ ойнап жатты. То есть она думала, параллельно нәрсе ғой, она думала өткен шақ, да, молодцы. Her friend will come to see her. She hoped, она надеялась, что ее друг, her friend, так, friend, will'ді не яусымыз, она же надеялась өткен шақ қой. Значит, өткен шақ бізде ол черт, ол лузер, и тек қана өзі сияқты черттармен дружить етеді. Дұрыс? Would деген тоже черт, иә? Would come to see her. Мен сізге примерно осыны жаттығу беремін жұмысына, хорошо? He thought that his father, он подумал, что его папа уже починил его велосипед, то есть велосипедін жөндеп қойды деп ойлады. Молодцы. Had to repair it. Все, в принципе, sequence of times бойынша біз жаттығулар орындап біттік. Егер мына нәрсе түсінікті, давайте ары қарай біз past perfect бойынша жаттығулар орындап көрейік, иә? Мынаның барлығын я сохраню, бұның барлығы қалады. Кеттік. Мынау бізде past perfect бойынша жаттығулар. Презентацияны біз сіздерге жібереміз, окей? Так, бізде не? There was a picture lying on the floor дейді. It had fallen off the wall. То есть бізде сурет жерде жатыр екен, оказывается, ол стенадан құлап қалды. Үшке қарай. You went back to your hometown recently after many years. Өзінің туған қалаңа жақында, вот, көп жылдан кейін бір бардың дейді. It wasn't the same as before. То есть ол бұрынғыдай емес екен. Аха, сен бардың, бұрын бардың, значит, ол өте қатты өзгеріп кетті. It had changed a lot. Түсінікті, иә? Ары қарай. Somebody sang a song. You didn't know it. Кто-то спел песню, и сен ол қандай өлең екенін білмедің. И сен айтасың, мен бұрын естімеппін. То есть сен айттың сол кезде. Егер қазір мен арбатта жүргенде біреу өлең айтып, мәса, мен бұны естімеппін деп дәл қазір айтсам, I haven't heard him. Но мен ол кезде естімесем, молодцы, I hadn't heard. Ага, it before, yeah? It before. I invited Rachel to the party, but she couldn't come. Invite это пригласить. Мен Рейчелді вечеринкаға шақырдым, но ол келмеді. Потом оқушылар, пожалуйста, осындай жаттығулар орындап жатқанда, там мысалдар болғанда, кейбір сөздерді сіздер түсінбеулеріңіз мүмкін. Сол кезде мен переводтарын айтамын ғой, сіздер обязательно жаттап жүріңіздер, хорошо? Себебі ертең сіздер грамматиканы күшті біліп тұрғанмен, сіздер не сұрап тұрғанын түсінбей қалуларыңыз мүмкін ғой тестта. Сонымен, I invited Rachel, ага. Потому что ол басқа нәрсе уже планировать етіп қойыпты. He had arranged to do something else, yeah? You went to the cinema last night. You got to the cinema late. Сен вчера вечером сен кешігіп бардың. И сен кешігіп барғанда фильм уже басталып кетті. Не дейміз? The film had already started. Ага. Сонымен, мен естілмей тұр ма? Ой, а что так? Естіліп тұр ма? Все, окей. Ары қарай жасамай қойып, по сути, барлығын past perfect'ке қоямыз. Так, давайте мынаны жасайық. Бұл жерде біз past perfect пен past simple'ды ажыратуымыз керекпіз. То есть қайсын қоямыз? Paul wasn't at the party when I arrived. Мен келген кезде Paul вечеринкада болмады. Это как Алихан келген кезде барлығы вечеринкадан кетіп қалыпты, иә? He had gone home. Ол үйге кетіп қалыпты. I felt very tired when I got home.
Мен үйге кейін өте қатты шаршадым, поэтому мен сразу төсекке бардым ұйықтауға. Не болады? Past perfect па или I had gone ба или I went па? Қайсы болады? Went, я. Потому что бізде естеріңізде болса, бірнеше іс-әрекет бірінен кейін бірі болған кезде ол past simple. Хорошо? Мен әйтпесе шаршағанға дейін төсекке бардым емес қой. The house was very quiet when I got home. Мен үйге келгенде үй тып-тыныш екен, потому что барлығы ұйықтауға кетіп қапты. То есть мен келсем, барлығы уже ұйықтап жатыр екен. Сонда everybody danced for had gone. Молодцы. Ары қарай. Mark travels a lot. Марк өте көп путешествовать етеді. When I first met him, когда мен оны бірінші рет көрген кезде, ол уже бүкіл әлемді шарлап кепті. То есть мен оны met him, қараңыздар, өткен шақ болып тұр ғой. Мен оны алғаш көрген кезде, ол уже бүкіл әлемді шарлап кепті. He had already traveled around the world. Ары қарай. Sorry, I'm late, the car. Sorry, мен кеш баратым, потому что машина бұзылып қалды. Мен қазір кеш баратыр, машина бұзылып қалды. Факт просто. Өткен шаққа қоя саламыз. Broke down. Я? Broken емес, broke, екінші формасы. Так, ары қарай. We were driving along the road when когда мы ехали по дороге, когда мы увидели, когда біз көріп қалдық, when we saw a car which біз машинаны көрдік, который бұзылып қалды. То есть біз көрдік өткен шақта, біз көргенге дейін ол бұзылып қалды. Which had broken down. So, и біз тоқтадық көмектесу үшін. We stopped. Менің уровенім beginner дей. Шай қостасаң, я beginner дей. Так, сонымен. Use this sentence on the... Так, бізде әлі уақыт бар екен, примерно мына жаттығуды орындап үлгереміз, окей? Use the sentence on the left to complete the paragraphs on the right дейді. These sentences are in order in which they happen, so A happened before B. То есть, now A, B-ға дейін болған нәрсе, B before C, ал B, C-ға дейін болған нәрсе. But your paragraph begins with the underlined sentence, so sometimes you need to pass perfect. Так, подождите. Чего не хотят? Somebody broke into the office during the night. We arrived at work in the morning. We called the police. We arrived at work in the morning. Все понятно. And found that somebody had broken. Қарай. I went to Laura's... Так, қараңдар. Laura went out this morning. Laura таңертең сыртқа шығып келді. I rang her doorbell. Мен, короче, звонокқа звондадым. Yeah. There was no answer. Ешкім жауап бермеді. Сонда бізде I went to Laura's house this morning and rang her doorbell. But так біз there was no answer. She had gone out. То есть ешкім жауап бермеді, потому что ол сыртқа шығып кетті деп тұрмыз. Үшті орындап көріңіздерші өздеріңіз жазып. Joe came back from holiday a few days ago. Joe бірнеше күн бұрын демалыстан келді. I met him the same day. Мен тура сол күні оны кездестірдім. He looked very well. Өте жақсы. Он выглядел очень хорошо. I met Joe a few days ago. Мен оны бірнеше күн бұрын көрдім. Сол кезде ол енді ғана келген болатын демалыстан. Не дейміз? Бізде just деген уже көрсетіп тұр. Не деп айтамыз? He. Жазамыз. Just. Came, come. Үшіншіде. Are you talking about me? She's beautiful. He had just come back, yeah, from holiday. То есть мен оны көрген кезде ол уже қайтып келіпті. И он выглядел очень хорошо. He looked very well. Окей, мына жаттығу кішкене миды аштарлық екен. Но в принципе біз past perfect пен нені түсіндік, yeah? Sequence of times-та.
Яғни бізде білеміз қайсы short, қайсы pick me girl екенін, past perfect бір іс-әрекетке дейін болған іс-әрекет екенін барлығын білеміз. Егер сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады, болмаса бізде осымен в принципе бітті. Осы тақырып бойынша бітті. Сұрақтарыңыз бар ма? Иә, шетелге шыққам. Сабақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Севара деген атты жақсы көремін мен. Севиорум деген сөзге ұқсайды. Сөзден шыққан. Мен сені севиорум. Апай, көп рахмет, бәрі түсінікті. Сіздерге рахмет. Нұрлан имам сияқты жауап беріп отырмын ғой. Окей, барлығы түсінікті болса, сұрақтарыңызды қойсаңыздар. Сұрақ болмаса, пока. 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 Не говорю прощай, говорю до свидания. До свидос.